Құрметті көрермендер, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз өздеріңізбен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Патриоттық сағаттар. Жоғары шенмен пара-пар бұл бұйымды жыл сайын елімізде 100-дің ішінде тек 2 ғана әскери маман иеленеді екен. Ендеше нағыз жігіттерге арналған отандық сағатты бірге таңдаймыз. Және отандық қол сағат жасау ісімен айналысатын маманды шақырғым келіп отыр. Келесі біздің қонағымыз Айбек Есенов, өз ісінің маманы, нағыз кәсіпкер. Айбек шақырайық. Келіңіз, Айбек мырза. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Төрлетсеңіз болады. Айбек бүгін бізде бағдарламада алғаш рет қатысып отырған жайы бар, және де отандық біз әрине тауарларымызды, отандық біздің өнімдерімізді әрқашанда бірге таңдаймыз, және де оны біз әрқашанда дамытуға атсалысамыз. Өйткені бірге таңдаймыз бағдарламасына күнделікті өзіңіз сияқты қыздар, жігіттер келіп, өзінің жұмысын, ісін көрсеткісі келеді. Біз соған көмектесуден таянбаймыз. Айбек, тағы да қош келдіңіз дегім келеді. Сағат. Қандай отандық сағат? Сіздің қолыңыздағы сағат па, әлде мына жерде тұрған сағаттарға ұқсай ма? Рұқсат болса көрсейін, қандай сағат екенін. Ол басқа сағаттардан және де айырмашылығы қандай? Біздің сағаттың негізгі айырмашылығы, ол ең бастысы айырмашылығы, оның дизайны. Өзіңіз көріп отқандағындай. Мына жерде біздің елтаңбаның суреті бейнеленген. Қандай керемет. Қараңыздаршы, құрметті көрермендер. Керемет. Ең басты айырмашылығы. Екіншісі, әрине, ол оның сапасы. Өте сапалы құрылғылардан тұрған механизмі Швейцария елінен алынған. Мынау кеудесі хирургиялық стальдан жасалынған. Былғары белдешік. Сапасы өте жоғары. Артында біздің шаңырақтың белгісі белгіленген. Яғни, және де бұл таза кожадан, былғардан жасалынған. Бұның, яғни батареясын біз қанша уақытта ауыстырып тұрамыз, және де мына жерде бірнеше бұрайтын өздерінің нелер бар, дүниелері тұр, бұрағыштары бар. Ол басқа сағаттардан айырмашылық қандай? Ол сағат тілін өзгертеді сосын? Енді бастысы батареясы бұның 2-3 жылға шыдайды. 2-3 жылда механизм, бұл моделдің механизмі кварцевый болады. Бізде әртүрлі механизмдар бар. Автоподзавод дейді, механический. Ол жүрген кезде заряд алынады. Мынау нұсқасы бұл батарейден кварц. Ол ешқандай жүрген кезде жаңағыдай энергия алмайтын сағат, сіздің қолыңыздағы. Өйткені әр адамға әртүрлі ыңғайлы. Механический сағатты былай 3-4 күнге тастап келсен, ол тоқтап қалады, уақыт қалып қойуы мүмкін. Оның өзін сүйетін, өзінің аудиториясы тұтынушылар бар. Мен өзіме осы кварц механизм ол өте ыңғайлы. Шынысы сафирдан жасалған, ал мынау шынысы сафирдан жасалған. Сафирдан жасалған ерекшелігі қандай, ол ұрылса, ол сызылмайды. Әдетте сағатты киіп жүріп, сіз қолыңызбен есікке, үстелдің үстінде абайсыздан соғып алуыңыз мүмкін. Сонда мынау шынысы сынбайды, не сызылмайды. Өте мықты шыны болып келеді сафир. Керемет. Ал мынау кнопкалары дейміз, бұл енді уақытты ыңғайлыстыруға келеді. Уақыттыман өзіңізге былай тартсаңыз, өзіңізге ыңғайлы уақытты бүйтіп қойып алуға болады. Міне қарасаңыздар, жақсылап тұрып, құрметті көрермендер, сізге көрсетейін. Міне әрине ол біз барлығымыз білетіндей сағат тілін өзгертеміз, ал енді мына екінші немен? Екіншісі басқан кезде секундомері жаңағы 12 деген цифраға қайтып келеді қазір. Көрсетейін. Мынаны басам, секунд жүріп келе жатады. Ал қараған кезде, Айбек, мына жерде тамаша таңба жаңағыдай әдемі болып тұр, бірақ тілі көрінбейді міндет. Бізде 5, 6, 7, 8 деген жаңағыдай сандарды көріп тұрған жоқпыз. Адамдар қателесіп кетпейді осы жағынан келген кезде? Қиындау болмай ма? Әрине, ең бірінші рет көрген кезде 1-2 цифралары болмағаннан кейін бұл үйреншіксіз. Бірақ 1-2 күн кигеннен кейін мен өзім сағатқа қарап тура айта аламын, сағат неше болған. Бұл біріншісі. Екіншіден, сағат деген бұл ер адамдар үшін тек қана жалғыз әшекей бұйым
Иә. Сондықтан бұл көбінесе бұны әшекей бұйым ретінде киеді бұл сағаттарды. Бүгінде білесіз енді сағат қараймын десеңіз ол сіздің ұялы телефоныңызда да бар. Бұндай сағаттарда да бар. Басты себебі өзіңіз білесіз бұл ер адамдардың әшекей бұйымы. Және көп адамдар осыны коллекция қылып жинайды. Сағат жинағанды өте қатты жақсы көретін азаматтар бар. Нағыз қазір жігіттердің тақырыбы болуда. Яғни қазір сағаттардың түр-түрі өте көп. Сізге өзіңізде қандай сағат ұнайды? Қандай маркадағы сағат ұнайды? Қазіргі біздің айтпақ ойымыз, біздің отандық әрине дүниелерді бірге таңдаймыз. Ешқандай елден кем түспейтін сағатты өздеріңіз көріп байқадыңыздар жаңа ғана, және де оның сапасында өздеріңіз жаңа естідіңіздер. Кейін тағырай жалғастыратын боламыз. Негізі жалпы баланы қадағалау құрылғысы әлемде бұрыннан бар екен. Міне, алматылық өнертапқыш солардың барлығын сараптай отырып, видеоны көріп отырғандай, Қазақстан аумағына ең қолайлы деген нұсқасын жасап шығарыпты. Құрылғы Ironman деп аталады. Құрастырушы ерекше сағатты қыздар мен ұлдарға арнап екі түрлі етіп шығарған. Құрылғының бойтұма түрі де бар екен, тіпті телефон орнына пайдаланса да болады. Ал құрылғы авторлары ендігі уақытта ерекше қол сағаттардың мүмкіндігін жетілдіре түспекші. Айбек мырза, алдағы уақытта сіз айтып отырсыз жаңағыдай механикалық және де осындай сағаттар, кварц. Тағы да қандай бір идеялар бар ма? Басқа түрлерін шығарудасыз ба? Әлде осымен тоқталына ма? Жоқ, әрине бұл біздің енді алғашқы бастаған бастамасы. Осы 2017 жылға орай біз Ресей мемлекетінің елтаңбасымен тағы сағаттар шығарамыз деген ой бар. Және де басқа да шет мемлекет елдерінің сағатын жасау біздің жобамызда бар. Түсікті. Бұл хабарласқан көрермен бар, тыңдап көрейік, сосын жалғастырамыз. Алло, сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз. Бұл сағаттың қыздарға арналған түрі бар ма, дизайны? Құдай сол. Қыздарға арналған дизайны бар ма бұл сағаттың? Қазір айтып береді Айбек мырза. Қыздарға арналған түрі. Әрине, ең алдымен осы біз ұлдарға арналған модельмен бастадық. Бүгінгі таңда қыздарға арналған өте әдемі модельдердің бірі ол сарыарқа аруы деген атаумен аталынады. Сағаттарды қарайын десеңіз, өзіміздің сайтымыз бар, интернет желісінде қарап табуыңызға болады. Онда біздің ұлттық орнаменттар, ою-өрнектер және де әдемі тастармен әшекейлендірген. Менің ойымша, Айбек, енді сізге бір өзіңізде бар шығар, бірақ өзімнің жадымнан да бір идея болсын. Менің ойымша қазіргі кезде әдемі бір стильдегі таңбалар шықты ғой, неше түрлі бір қазір қол сағаттар емес, әшекейлерде, сырғаларда бір таңбалар бейнеленеді. Таңбалар, бір таспалар, бір тайпалар кезіндегі, әдем-әдем бұрынғы замандағы 2-ші ғасырдағы, 7-ші ғасырдағы біздің тайпаларымыз неше түрлі нелерге бөлінеді. Әр өңірдің өзінің бір таңбалары болады. Соған бір қатысты сағатқа бір таңбаны салып, неге жасамасқа? Жақсы, ондай идея бізде де болған. Ол дұрыс айтылып жатқан. Бірақ әр модельдің өзінің уақыты бар. Қазіргі таңда біз қазақ хандығының 550 жылдығына арналған жаңа модель сағаттар жасап жатырмыз. Және қазақ еліміздің тәуелсіздік алғанына 25 жыл болғанына арнайы сағаттардың модельдерін шығарып жатырмыз. Болашақта біздің тайпаларға жаңағы таңбалармен сағат шығарамыз деген ол біздің жобамызда бар, бірақ оған сәл уақыт керек. Әрине бір адамның есімімен деген сияқты арнайы. Және бір сағатты қанша уақыт шығарасыздар, қанша уақыт жасап шығарасыздар? Аяқтайсыздар, егер тапсырыс беретін болса? Бұл енді модельге байланысты 10 күн мен 1,5 айдың көлемінде. Бірақ егер сағат бізде болатын болса, біз сағатты сізге 3 күн ішінде Қазақстанның әрбір нүктесіне жеткізіп береміз. Яғни ол өзіміздің елімізде жасалынады? Бізде елімізде жасалатын отан патриоты деген модельдер бар. Бүкіл құрылғыларымыз шетелден аламыз. Европадан, Швейцария, Дания елдерінен, Ресейден.
Қарағанды қаласына жиналынады. Ал мынау жаңағы президент деген модель біздің серіктестеріміз Америка құрама штаттарында заводта жасалынып, осы біздің арнайы заказбен келеді. Жақсы, түсінікті. Негізі, Индонезияда шеберлер қол сағат жасау үшін жиһаз қалдықтарын кәдеге жаратады екен. Міне, өздеріңіз байқап отырғандай, ал озық технология көзіне бай қиыр шығыс елдерінде пластикалық бөтелке қалдықтарынан сағат жасау қолға алынған. Бүгінде швейцар сағаттарына тең келетін сағат жоқ. Десе де сапалы сағат шығаруда Ресей соңғы 2 жылда алғашқы үштікке де ілінген екен. Менің ойымша, біраз 1-2 жыл салып, біздің Айбек те сол ең жоғарғы елдегі үштікке ілінеді деген ойдамын. Иншалла. Біз сол үшін жұмыс жасаймыз. Өзіміздің отандық, басқа елдерге ұқсамайтын, ерекшеленетін, әр елге барған кезде еліміздің сағатымызды бүйтіп әдемі ғып ұстайтын аксессуар ретінде және мақтанып көрсетіп айтатындай сағат болса екен деп тілеймін. Амин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет сізге, тек ісіңізге сәттілік тілеймін. Әрине, әр кәсіпкер болғаннан кейін табыссыз болмайды. Сондықтан табыс тілеймін сізге. Сәттілік сізге, иә. Сәлден соң жарнама жазуларын өз қолымызбен жасап үйренеміз. Бізде жарнама